Мына 14 қатар тоқыдық. Мына қараңыздар 15-ші қатар, яғни біз қысқартатын, бекітетін қатар мына оң жағында болу керек. Мен сыртынан қарап тұру керек. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді қысқартудың бірнеше түрлері бар. Мен сіздерге бонус сабақ ретінде YouTube'да тегін тұр. Қазір тағы бір түрін көрсетемін. Бұл бізге әдемі және ерекше алып, узорымызды бұзбай бекітетін түрі. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Теріс ілмекті теріс тоқимыз. Бірінші ілмекті осы тоқылған ілмектің үстінен өткіземіз. Кішкене басында қиындау қол үйренгенге, одан кейін үйреніп кетеді. Бірінші ілмекті өткізіп шығарып жібереміз. Көрдіңіздер ғой? Тоқылған ілмек спицада қалды. Келесі ілмекті оң тоқимыз. Бірінші ілмекті тағы мынаның үстінен өткізіп, былай шығарып жібереміз. Теріс өткізіп шығарамыз. Оң шығарып жібереміз. Осылай соңына дейін қысқартамыз. Қиып тастамаңыздар, соңғы ілмекке келген соң көрсетемін ары қарай бекітуді. Міне соңғы ілмекті қысқарттық. Үстінен өткіземіз. Енді спицамызды қойып, кішкене бөлік жіп қалдырып қиып аламыз. Түбінен қиып тастамаймыз. Қазір біріктіріп тіккенге бізге мына түбіміз қажет болады. Енді мына теріс қаратамыз. Оң жағы іш жағында қалады. Теріс жағынан тігеміз. Мынандай ұзын жоп қалған болса, мына табан тігуге қолдансаңыздар болады. Егер қысқа жоп қалған болса, мына жақтан көбірек қалдырып, былай айналдырып тігесіздер. Инемізді алдық. Мына тоқыма жіп тігетін. Міне былай жібімізді екі бүктеп ұстаймыз да қатты қысамыз. Сөйтіп, инемізді былай үйкелей отырып жібін өткіземіз. Міне. Енді өткіздік. Мынау өзі бірінші табандағы ілмекте тұр. Мына жақтағы ең бірінші ілмекті тауып аламыз. Міне қараңыздар, мына ілмекпен шатастырмаңыздар. Міне кішкентай болып ең бірінші ілмек тұр. Осыдан өткіземіз. Осылай келесі ілмектерді де дәл айналдыра отырып тігеміз. Қатты тартып тастамаңыздар. Қатты боста қылып жүрмеңіздер. Әр ілмекті осылай өткізіп тігіп шығамыз. Содан соң жиегін тігуді көрсетемін. Міне тіктік. Енді мына жерден кішкене бір айналдырып түйіп жіберсек болады. Содан соң кішкене арасынан қатты не қылмай, кішкене өткізіп барып кесіңіздер. Міне табанын тіктік. Міне көрдіңіздер ме? Асты тегіс, өте әдемі болып тігілді.
Енді мына жиегін тігеміз. Жібімізді қайттан өткізіп аламыз инемізге. Содан соң мына бірінші ілмектен өткіземіз. Осы жерде екі айналдырып тігіп жіберсеңіздер болады. Төбесі болғандықтан ашылып кетпеу үшін. Мына қараңыздар енді. Мына жерде бізде жиегі бар, иә? Мынандай жиегі бар. Осы жиектің қараңыздар, мына жерде енді оң теріс болғаннан кішкене түсініксіздеу болуы мүмкін. Мына жерден көрсетейін де. Мына ілмегінен былай өткізіп, мына жақтан былай өткізіп, былай айналдырып, мына ең астында мына шетіндегі ілмегімен мына жағындағы ілмегін айналдырып өткіземіз. Осылай тігеміз. Түсіндіңіздер ғой? Қазір мына жағынан да көрсетемін. Мына жерде анық болу үшін мына жағынан көрсеттім. Мына қараңыздар, мына ілмек екі жағы бар ғой, мына жағы және мына жағы. Сол мына іш жағындағы жағын тігеміз. Мына жағынан да дәл солай. Мына жерде осыны шатастырмаңыздар. Көп кісілер мына оң ілмекпен шатастырады. Мысалға, мына жақта қараңыздар. Мына екеуі бірге де бөліп қалады. Самом деле мына жерде мына оң ілмектің бір ілмегін алып тұр. Сол себепті шатаспай, мұқият қарап тұрып тоқыңыздар. Артық жіп шығып, жаңағыдай бұйымыңызды әдемі қылмай сәнін құртып тұруы мүмкін. Бір жағынан ол үлкен емес, енді кішігірім қателіктер болады. Мына жерде сіздің узорыңыз формасы өзгеріп кетеді. Осылай ілмекті айналдыра отырып, жиегіндегі мына жағындағы ілмекпен мына жиегіндегі мына ілмекті алып тігеміз. Біріккен жерінен бір тігіп жіберіп, осы жерден бір түйеміз. Дәл бұны да жаңағыдай кішкене арасынан өткізіп барып қиямыз. Міне болды. Біздің пинеткеміз дайын. Аударамыз. Міне табаны да, жиегі де теп-тегіс әдемі, артық жібі жоқ, тігілді. Енді бұны сәндейміз. Сәндеу үшін бізге мен ақ түстегі жіп қолдандым. Және күртшегімізді аламыз. Мына қараңыздар. Мына тура бірінші қатар бар ғой. Оң, мына жерде ерелік болып тұрған бірінші қатар бар. Осы қатарды былай алып келеміз де. Мына жерінен жібімізді іліп алып, бір тоқимыз. Тура осы жерден тағы бір ілмек тоқып жібереміз. Кейін біріктіргенге оңай болу үшін. Қылған ілмектерді біртіндеп тоқимыз. Қараңыздар, мына ортадағы кішкентай ілмекті тоқымаймыз. Мына бүршік сияқты шығып тұрған жер бар ғой, содан тоқимыз. Мына кішкентай жіптеріңіз осы ортада қалып кетсін. Жасырылып қалады. Міне біреу. Міне қараңыздар, мына ілмекті тесіп жатқан жоқпын.
мына астында тұрған, мына үстінде бүршік болып тұрған ілмектен тоқып жатырмын. Қатты тартып тоқып тастамаңыздар, орташа тығыздықпен тоқисыздар. Осылай қарапайым ілмек тоқып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай. Кішкене қылдан кесіп. Мана аяқтадық. Енді бірінші ілмегімізден мына жерден жібімізді қиямыз. Бұлай шығарып аламыз. Сөйтіп, бірінші ілмегімізден өткіземіз. Өтті ғой. Бұл осылай өріліп жалғану үшін мұны қараңыздар. Мына жерге ортасына кіру керек. Ол үшін мына астынан мына ілмек бар ғой, мына ілмек барлығын астынан өткізіп, бұлай мына жіпті іліп шығарамыз. Мына көрдіңіздер ме? Жалғанға мына жер біріккен сияқты көрінбей, кәдімгі тегіс болып кетті. Енді мына астына қалдық жібімізді жасырамыз. Міндетті түрде кішкене ұзындау қылып тұрып жасырыңыздар. Себебі тура осы түбінен қиып тастасаңыздар, ол ары қарай сөтіліп ашылып кетеді. Осылай қалдық жібімізді жасырамыз. Мына жібімізді жасырдық ма? Қалдығын қиып тастадым. Мына біздің неміз пинет киіміз дайын. Енді мына ортасына кішкентай баумен пинет киіміз дайын. Мына ортасына кішкене бау жасаймыз. Ол үшін мына ақ жібімізбен 100 бас бос ілмек аламыз. Міне саусағымызға жай орып, іліп аламыз. Жүз бас бос ілмек аламыз. Біреу, екеу, үшеу, 97, 98, 99, 100. 100 ілмек алдым. Қиямыз, жақсылап тартамыз. Мына жерден жақсылап тартып түйе салыңыздар. Себеп бұны жасырамаймыз. Жасыруға болады, бірақ кішкене ыңғайсыздау болады. Жақсылап қатты түйгеннен кейін кішкене бір 2 мм қалдырып қиямыз. Мына басында тура солай жақсылап тартамыз. Сосын 2 мм қалдырып қиямыз. Енді мына қараңыздар. Мына ортасынан өткізіп
аяғымызды ортасына өткізіп жасаймыз. Міне осылай екеуден айналдыра отырып кіргізесіздер. Бұл жерде теңдей болсын міндетті түрде. Ара қашықтықтары